Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ешқандай химикатсыз апельсин согын дайындаймыз. Ең бірінші бізге 4 апельсин керек болады. Кесу алдын оларды холодильникте 3 сағат ұстаймыз. Ең алдымен апельсиндерді жұқа қылып тураймыз және блендерден өткіземіз. Егер сізде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Міне барлық апельсиндерді турап болдым. Енді банкеге салып блендермен еземіз. Жоғары жылдамдықта апельсиндерді өте жақсы пюреге айналдыру керек. Еш жерде бір түйір, бірде-бір апельсин бөлігі қалмағанына сенімді болғанша апельсиндерді ұнтақтауымыз керек. Пюре дайын болғаннан кейін үстіне лимонный кислотадан біраз қасық саламыз. Артынша 500 грамм песок саламыз. Егер сізде лимонный кислота болмаса, табиғи лимон шырынымен ауыстыруға болады. Шамамен жарты лимоннан оны үстіне сығамыз. 2 литр банка толғанша үстіне су құямыз. Су бөлме температурасында болу керек. Қажет болса блендермен тағы да араластырамыз. Дайын болған массаны балконға немесе холодильникке 8 сағатқа қоямыз. 8 сағат өткеннен кейін оны марлі арқылы сүземіз. Мен органза матасын қолдандым, онымен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Медициналық бинтпен де жасасаңыз болады. Бұл жерде апельсин пюресін жақсылап сығу керек. Мата құрғақ болғанға дейін және шырын қалмағанға дейін қаттырақ сығамыз. Одан сығуға болатын барлық сұйықтықты сығып алу керек, өйткені бұл жақсы концентрат болып табылады. Осылай азыздан барлық апельсин пюресін сыға отырып, барлығын өткіземіз. Осындай қою масса қалу керек, ол қою массаны алып тастаймыз. Қалған апельсин пюресін өткіземіз. Міне бізде 1 литрдей апельсин шырыны шықты. Осы сиропты 2 банкіге теңдей бөліп құямын. Апельсин сиропын 2 банкіге бөліп құйғаннан кейін үстіне банка толғанша су құямыз. Жалпы алғанда осындай 4 литр сок шығады. Мен соктың қою болғанын қаладым және сіз сұйық болған қаласаңыз үстіне тағы да су қойып 5 литр, 6 литр қылуға болады. Дәміне қарай песок салсаңыз да болады. Дүкенде сатылатын апельсин шырынан айырмашылығы әлде қайда жақсы. Дайын болған сокты салқын болу үшін тоңазытқышқа қоямыз. Ыңғайлы болу үшін оны 1,5 литрлік пластик бөтелкелерге құйып алуға болады. Екінші банкадағы шырынды стакандарға құйып алуға болады. Әрбір отбасы мүшесі үшін құрамында 1 грамм химиялық қосылмайтын өте дәмді және пайдалы шырыннан ләззат алуға болады. Ал достар, видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіз, олар сізге риза болады деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.